Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақта біз сіздермен жер ортақ үйіміз тақырыбында әңгіме қозғаймыз. Ал қазір әдеттегіше сабағымыздың дәйек сөзімен таныс болыңыздар. Мықты болсаң, жердей бол. Дәйек сөзді іштей қайталап, жаттап алуға тырысыңыздар. Жер ерекше ғаламшар. Жер адамдардың өмір сүріп, тіршілік етуіне қолайлы жайлы мекен. Жер ғаламшары ғарыштан қарағанда ашық көгілдір және ақ түстермен ерекшеленеді. Жер күнді айналатын бірден-бір ғаламшар. Жер барлық жанды жансыз тіршілік иелеріне нәр береді. Ал қазір бүгінгі сабағымызға байланысты бейнефильмді тамашалаңыздар. Ертеде жер анамыз көркем әрі таза болып еді. Және жер бетіндегінің бәрі дерлік, тек адамнан өзгесі үйлесімді болатын. Бір күні адам баласы зеріккені соншалық жаңа дүниеге жаны құмартып, табиғат аясынан сырт шығады. Осылайша біз адамдар жер шарымызды жайлап, оны өзіміз үшін ғана ыңғайлы ете бастадық. Бәлкім, дәл сол шақта біз ғаламшарымыздың дамуын тоқтататын сағатты іске қосқанымызды аңғармай қалдық. Уақыт өте келе, біз жердің жалғыз қожайыны атандық. Айналымызды түрлі заттармен қоршап, оларды жетілдірумен, ал зат атаулыны көбейтумен болдық. Осылайша, ортақ үйімізді өзіміз ластай бастадық. Жер, ауа және су ластағандықтан табиғатымызға қауіп-қатер төніп тұр. Ортақ үйімізге қамқорлық қажет. Қолымыздан не келеді? Ересектер ғаламшарымыздың қандай күйге душар болғанын байқамауы да мүмкін. Ендеше оларға не істеу керегін көрсетіп, естеріне салайық. Қоқысты сұрыптау өте маңызды. Кейін одан әртүрлі жаңа заттар жасауға болады. Су – жердегі тіршілік көзі. Жер бетіндегі жаратылыстың бәрі суды қажет етеді. Біз электр энергиясын үнемдеуге тиіспіз. Өйткені оны өндіру үшін өте көп пайдалы заттар шығындалады. Ғаламшарымыз гүлденсін десек, барлығымыз бірге елімізді, жерімізді тазартып, сауықтыруымыз керек. Мұны көшет отырғызудан бастай аламыз. Жай отырғызып қана қоймай, оның таза судан, күн шуағынан және құнарлы топырақтан таршылық көрмей өскенін қадағалауымыз керек. Табиғаттың басты байлығы жер. Жер біздің қазынамыз, байлығымыз. Адамдар, жан-жануарлар, өсімдіктер өз қорегін осы жерден алады. Жерден қасиетті, жерден киелі дүние жоқ. Жер бар, жерде ел бар. Яғни жер өмір сүрер ортамыз. Жер адамның жарық дүниеге көзін ашқаннан тербеткен бесігі. Жерімізді күтіп баптап, таза ұстауымыз керек. Өйткені жер ана жомарт арқан көңілімен адамға барлығын бергісі келеді. Ал ендеше балалар, бүгінгі тақырып бойынша сұрақтарға жауап берейік. Ал ендеше балалар, бүгінгі тақырып түсінікті болса, шығармашылық тапсырма орындайық. Ал сіздерге берілетін тапсырма жер анамызды қорғаудың ережесін құрастырып, оны жазу. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақтан алған жағымды әсерлерімізді жүрегімізді сақтап, сабағымызды әсем әнмен аяқтайық.